1993 жылдан бастап осы уақытқа дейінгі статистиканы салыстыратын болсаң, ММА-да 3 өлім ғана болған, ал бокста 200-ден астам. Көптеген спорт сүйер қауымда осындай сұрақ пайда болады: қандай спорт адам денсаулығына қатты зиянын тигізеді немесе қауіпті деп. Сол кезде көбісі айту мүмкін ММА деп. Біреулер кикбоксинг дейді, ал біреулер муайтай деп атайды. Бірақ негізіне қарасақ, бұл бокс болып саналады. Өйткені жаңағы айтқандай 1993 жылдан бастап осы уақытқа дейін бокста 200-ден астам өлім болған, ал ММА-да тек қана 3-ақ өлім. Алдарыңызда мынау видеода болып тұрған жағдай Бенни Китбарретт пен Эмил Гриффиттің жекпе-жегі. Бұл 3-ші жекпе-жек. Мұнда ол өзінің қарсыласын Эмил Гриффит бұрышқа тақап жекпе-жектің соңында 20-дан астам соққы жіберген кезде қарсыласы есінен танып құлайды. Дәл сол кезде оны ауруханаға алып кетеді. Ал 10 күннен кейін ол комада жатып қайтыс болады. Өкінішке орай, осы спорттың жаман жақтары да бар, қайғылы жақтары да көп.